аппақ студия ғой. Бұл әйел әлем бағдарламасының арнайы шығарылымы. Осыған дейін бізде 20 қыз келіншек түсті. Солардың барлығын қосып, жаңадан тағы кейіпкерлеріміз бар түсірілген. Бір қазіргі қазақ әйелінің жиынтық образын жасауға тырыстық деп айтуға болады. Он 7:45, 18:30, сағат 7-де. Әйел әлем бағдарламасында бүгін бірінші рет ер адамдар түсіріледі, бірақ олардың да әйелдер жайлы пікірлерін жазамыз. Енді бұл жерде жаңа ұлттық арнаның алдында бір жаңа ақылгөй болып сондай бір кеңес айтқан сәл ол ыңғайсыздау да мен үшін. Журналист былай отырады. Неғып біз жерді жер ата, жер папа деп айтпаймыз, а жер ана деп айтамыз мысалға та. Ана деген сондай жер сияқты әдемі болу керек мысалға та. Прямо планета жер сияқты мысалға та. Сондай бір оның ішінде жаңағы толқынында болып жатады, биік тауларда болып жатады, шөл даласында болып жатады, және мықты жаңа көгалдарда болып жатады да мысалға та. Сондай болу керек негізі ана. Негізі. Мен ойлаймын негізі, менің анам мысалға сондай болды. Бұрынғы орта ғасырда егер әйел адамдар сәл ақылды болса, өртеп жіберетін болса, қазіргі заманда әйел кісілердің арқасында мына бизнестің дамуы, жалпы қоғамның дамуы тек қана алға жүретін айдан анық. Клеопатра деген болған. Антоний менен кім сол Клеопатра үшін соғысты ғой мысалы. Әйел үшін соғысты. Міне әйелдің рөлін сөйледі. Біз қазіргі екеуміз әйелімізді алу үшін ешкіммен соғысқанымыз жоқ. Математикада формула көп рас. Әйел дәл берген бір формуланы естімеппін. Ай жоға ондай. Құпия ғой, жұмбақ қой. Егер оның жұмбақтың бір жоға белгілі болса, онда математика не керек? Белгілі есептер шығарған. Сол сияқты нәрсе ғой. Ауырға шыдамдылық деген, төзімділік деген, ақыл деген, қайрат деген шешенің кемнен келеді. Бағдарламада өте көп қызықты оқиғалар болды. Енді қоғамға белгілі, сондай керемет жандар, бірақ кейде шынын айтам деп сырын айтып қойған кездерде болды. Әрине, әсіресе жылаған сәттер көп болды. Енді әйел ғой. Сондай бір сәтті көрейікші. Мен де жылағам сол кезде. Қазір. Еркек адам болса оған оңай. Әйел адам тамағын пісіріп, қасында кірін жуып, баласын қарап, ол тіптен бір керемет деп ойлаймын. Ал әйел адамға, мысалы мен жұмыстан түстім ба, үйге бардым, қазан ошаққа кірісіп кетесің. Ой, мен мынада тамақ жеді ме, жемеді, не жеп, не қойып жатыр, түсте не жетіңдер деп. Қызымның тапсырмасын сағат 10 болсын, 11 болсын, отыра қалып жаңағы тапсырмасын бірге жасап, өйткені мен жаңағы үйге барған соң ширеніп, мен бастық болдым болмаса. Мен қазір бүйтіп қиратып, сырттың бәрін бүйтіп қиратып келдім дегенменен, сен үйге келген соң сен әйелсің, сен анасың. Айтам ғой, бұл өмірде, ендігі келесі өмірде біз солай кезіге аламыз ба, жоқ па, білмеймін. Өмірді түсіне алмайсың, е? Бұл сөзді бар ғой, сенесіз ба? 9 жастағы қызым қойды ғой, мама, біз келесі өмірде кездесеміз ба деп.
мен сені қатты жақсы көремін дейді де. Мен таңғалатыным 9 жастағы баланың қойған сұрағына сонда ойланып қалдым. Иә балам, мама мен сені сондай жақсы көремін дейді де. Біз келесі өмірде кезігеміз бе? Мен келесі өмірде тағы сен менің анам болғанымды қалаймын дейді де. Сол кезде мен қатты ойланып қалдым. Иә, мен анаммен де келесі өмірде кезіге аламын ба, жоқ па деген сұрақты біз талай айтқанбыз ғой. Сондықтан кейде ойлаймын, бұл өмір қандай қызықты, қандай бір миф дейді ғой, иә. Біз келесі өмір бар ма жоқ па білмеймін. Бірақ мен қызым айттым, балам кезігеміз біз. Кезігеміз балам. Мен сені күтемін, әрқашан қасыңдамын. Мен кетіп қалсам да бір күн мен сенің әрқашан жүрегіңде мен қасыңдамын деп. Аяқ астынан жаңағы баж ете қалар, или бір нәрседе ойына бір нәрсе түсіп кетуі мүмкін мысалға да. Оның барлығы әйелге жарасымды. Әйелге негізі тәкаппарлық жарасымды негізі. Ер адам топырақтан жаратылған, ер адам мықты, қайсар, өйткені топырақтан жаралған. Ал әйел адам топырақтан емес, оның қабырғасынан жаралған ғой. Ол кәдімгі ет пен сүйектен жаралған, нағыз ет пен сүйектен жаралған дүние бұл әйел екен ғой. Ер адам ол топырақтан жаралған. Өмірімде көп қателік жасадым деп айтқанмын. Сондай бір үлкен қателігім өзімнің әйел адам екенімді, әйел заты екенімді көп зерттемеппін, ұмытып кетіппін соны шын. Ол енді соны осы кейінгі жылы бір қатты ауырып қалдым да, сол ауырып қалғаннан кейін мен біздің өзі ғылыми салада жүрген адамдардың ерекшелігі бәрін біз қазып зерттейміз ғой. Сөйтіп зерттеп керемет таң қалдым, мен өзім әйел болғаныма қуандым. Сондықтан мен ер адам болсаңыз деген сұрақты тіпті айтпасаңыз екен деймін. Әйел болғаныма қуаныштымын деймін бе? Және өзімді өзім сол әйел екенім соңғы кезде қандай ерекше жаратылыс иесі екенін әйелдің зерттеп біліп, соны кеш түсіндім, бірақ әйтеуір түсіндім. Қазір қыздар қалай айтуға требовательный дейді ма? Талап көп деп. Білмеймін, материалдық жағдайда және білімді болу керек, андай бос жігіттер болмау керек дейді ғой. Бірдемемен айналысу керек, жұмысы болу керек. Сондай талаптарды ойлаймын. Бірақ ол мотивация береді, иә, дұрыс талаптар. Бірнеше тип болатын шығар қазақ әйелі, бірақ тип емес шығар. Байым бар, балам бар, болды, мақсатың осымен орындал дейді да, сол баяғы жартас, сол жартас бір жерде отырып қалатын. Дамымайтын, өспейтін қазақтың әйелдері бар, үлкені бар, жасы бар. Бірақ, иә, бай да бар, бала да бар, үй де бар, күй де бар, бірақ жаным үшін бірдеме керек деп. Ол екінші. Ал енді ең жоғары сатыдағы әйелдер, мен ойлаймын, ол үйіндегі міндетінің бәрін орындады. Күйеуімен, жұбайымен тату тәтті, бала шағасымен тату тәтті, келін немересімен тату тәтті. Ал енді қоғамға не бердім? Мен қоғамда қандай ізімді қалдырам? Қоғам мен туралы не ойлап жатыр? Қоғам менен не күтіп тұр? Сонда қоғамға ол біреу волонтер болады, біреу бизнесін ашатын шығар, біреу ақшалай береді, біреу уақытын береді, біреу тағы да бір өсиетін, насихатын береді. Әртүрлі жол ғой. Жалпы бағдарламаның аты әйел әлем болғандықтан біз бұл жерде кейіпкердің жан дүниесіне көп үңілдік. Әйелдердің жаны сондай сұлу, нәзік, бірақ мықты. Осыны мойындайық, иә? Мемлекеттік қызмет болсын, мейлі бизнес болсын,
немесе әлеуметтік сала болсын, сол өз маманы болса, өз тәжірибесі болса, кез келген әйел, кез келген қыз келіншектер бізде мына жетістікке жетуге әбден мүмкін. Сосын айтатыным, кей кезде айтады, әйелдер үйде отырса, бала тәрбиесімен ғана айналысса дейді. Бірақ сіздер қараңыздар, республикада 52% әйелдер. Барлық әйелдерді мысалға априори айтайық, үйде отырсын деп. Баламен айналысқан әрине жақсы, тәрбиемен айналысқан жақсы, бала онда көп мүмкіндік алады. Бірақ 52% біздің потенциалымыз үйде отырса, онда әлеуметтік сала, білімде кім істейді, денсаулықта кім істейді, көптеген кәсіпкерлікте кім істейді, оның бәрі біздің ішкі жалпы өнімді әйелдердің үлесі бар деген сөз. Қатал болмасында болмайды, жеке тапсырма бергенде қатал айтам, дұрыс болмай жатса қатал айтам, ал жалпы тигізіп айту керек қой. Қатты айтасың ба, жай айтасың ба, менің ойлайтыным. Қатты айтым, жай айтуға да болады, бірақ қатты тигізіп, артынан соны орындап келетіндей қылып айту керек. Гүлшара Наушақызы мен ол кісі ешқашан енді былай журналистерге өте ашық қой, бірақ ашылып сұхбат көп бермейді. Ол кісіні біз арнайы ұйымдастырып бір алыс ауылға дейін операторлар және екеуміз ғана сөйлесіп бардық. Сол кезде ол кісінің жаңағы есте сақтау қабілетіне таң қалдым. Барлық цифрды жатқа біліп отыр. Весь груз приехал. Әйел азаматы басшы болса, ол жақсы. Өйткені енді ер азаматтарда жақсы ғой, үлкен іскер басшылар, олар көбінесе әйел азамат басшы болған өте жақсы мекемеде. Өйткені әйел бәрін қарайды. Қалай, бәрі дұрыс па? Ол өзіне тән қасиет. Үйде мысалы, үйдің мына тазалығын, бәрі дұрыс болуын, жаңағы жылуын, тағы да басқа әр отбасының мүшесінің көзіне қарап, қабағына қарап дегендей сөйтіп өмір сүреді ғой үйде де. Мысалы, сол жұмыста, мысалы, қызметте басшы болса, әйел азаматтар өте жақсы, өйткені үлкен жауапкершілікпен бәріне қарайды. Ол кісілерге андай кездейсоқ нәрсе жоқ, бәріне үлкен жауапкершілікпен қарап, соның бәрі дұрыс реттеліп, ретте болғанын талап етеді, мән береді. Сіздер әсер етіп болып тұр жұмыс істеуге? Ұлттық архивтің қызметкерлерінің басым көпшілігі қыз-келіншектер. Қыз-келіншектердің әр мысалы әйелдің артында өзінің жанұясы тұр. Жанұя болғаннан кейін балалары бар, әртүрлі жағдайлар бар, әртүрлі проблемалар болуы мүмкін. Егер сондай бір түсіністікпен қараймын, сондай проблемалар болса, өйткені әйел азаматының көңілі көтеріңкі болмаса, үйіндегі сол проблемаларға уайымдап, сол жұмыстан мысалы шыға алмай, сол кішкентай баласы ауырып қалса, сондай жұмыстарға мен түсіністікпен қарап, кейде отбасының жағдайын сұрап, сөйтіп жіберемін. Өйткені әйел адамның үйінде барлығы жақсы болса, жұмыста берекелі болады. Егер үйде бір уайым проблема болса, отбасында несінде, онда жұмыста да оны нәтижелі болмайды. Жұмыстың да сапасы басқаша болады. Енді өзіңіз ойлаңызшы, басқа бір сондай бір уайым көңілмен жұмыс істеген адамның қызметінде де бір ақаулар болады ғой. Бірақ мен негізі мықты әйелмін. Көп жылай бермеймін, мықтымын, эмоциямды сыртқа көрсетпеймін, жоқты да барды да көрсетпеймін. Өзімнің ақылыма, күшіме, еңбегіме өзім сенемін, оған сенімдімін. Алланың бір берген бір нәсібі болады. Сол менің әке-шешем де 50 жастарында ерте қайтты. Енді жолдасым да 50 жасында кетті, 50 жас деген жас қой. Енді ақырын сынақтан өмірдің өтіп келе жатырмын ғой, сондықтан ойлаймын, мықтымын, қайраттымын. 2 қызым бар, мынау қызы бар әйел бақытты дейді ғой, бақытты шынында да.
Израильде мен елші болып жүргенде сонда бір галереяға барғам. Сонда Франк Майслер деген бір атақты скульптор болды. Оның атақтығы неде? Ол бірінші мынау просто мына жерде портфельмен былай ғой. Кішкене түсіп қалған. Сол мұны көрдіңіз, пресс-папье сияқты да? Ана сияны не түсіртетін нәрсе ғой, кетіретін. Соны қараңыздар. Женщина в движении дейді. Да? Не только же леди тоже. Мұны қараңыз. Бір жағынан мына бизнес аяқ. Көрдіңіз бе? Мына несі, мұн жерде несі бар, компьютердің бірінші нелері ғой, компьютерлер. Сол, мұн жерде телефоны бар, мұн жерде мұны портфелі қолында. Нағыз қазіргі қазақ әйелдің образы ғой. Иә, образы. Ал мұн жағынан қараңыз, мұн жағынан. Кәдімгідей ана, мына құрттай сәби қолында, мына ойыншығымен, көрдіңіз бе, бет әлпетін қараңыздар. Аналық сезім балаға көрсетілген де. Сосын мына жерде тамақ үйге тасимыз ғой бәріміз, әйел болып, көрдіңіз, корзинкасы, тамақ ана жерде. И мынау не кроссовка, сникер. И қараңыз, соның өзінде әйелі сезіліп көрдіңіз, чулочек. Соны міне, оның ерекшелігі, Франк Майслердің ерекшелігі неде? Мұны көрдіңіз бе, қозғалады. Оған дейін ешкім де мына неден бронзадан, сосын ана қатты материалдан жасағандар қозғалмаушы еді. А мынаның өзі қозғалады, сосын мұның өзі қозғалады, сосын мынандайлары қозғалады. Сол біздің әйелдер мықты, ақылды, қолдарынан, алғыр қолдарынан бәрі келеді. Әсіресе үлкен жауапкершілікпен және үлкен ұятпен жұмыс істейді. Сондықтан әйелдер, қыз балалар, келіншектер, бикештер болсын, қай деңгейде болмасын. Сондықтан да оларға үлкен сенім атқарып, үлкен жұмыстар тапсыруға болады. Кез келді. Жалпы біздің мемлекеттік қызметте жүрген қыздардың бәрі керемет деп айтуға болады. Шаршамай жұмысты істей береді, көмектеседі, барлық әкез келген жұмысты істеуге дайын, үлкен сабырлық көрсетеді, үлкен шыдамдылық көрсетеді. Мысалы, ұл балалар шыдай алмай басқа жұмысқа ауысып кететіндері бар. Ал қыздар жұмысты мұқият істей береді. Әйелдің айласы 40 есекке жүк деген рас екен. Кейде бір қойғың келген сұрақты кейіпкеріңнің көңіліне тимейтіндей қылып қоясың, бірақ сонда да ана кісі өзіне жауап бергісі келмесе, былай айналып өтіп кетеді ол сұрақтан. Жаңағы осы арнайы шығарылымда әйел әлемінің еркектерден де сұхбат жаздық қой. Еркектер олай істей алмайды екен. Еркектерді керісінше мен алдап жіберген сияқтымын. Өйткені қойған сұраққа қалай бар, солай жауап берді, және көбінде жауап табылмай қалса, олар жай ғана шарасыздықтан күле салады екен. Сондай сәттер көп болды. Қараңыздаршы. Философиялық тақырып бұл енді. Сәл қиындау мен үшін талқылау. Қазір біз бастап кеттік қой, десең? Да? Что-то түсінбедір ғой. Все. Кішкене кейде білікші әйелдер біліктім. Ақыл көп болуы мүмкін енді оның. Бірақ маған енді онша ұнамайды, шынымды айтайын. Білікші болсаң, білгенді қалтаңа салып қоя сал, болды, кейін етесін деп қоя салам. Мен негізінде көп сөйлемеймін негізінде. Сен өзі қиынлап отырсың ғой, телевизордың алдында болмаса. Негізінде үйде отырғанда мен тыныш, ешқандай сөйлемей, тыныш қана отырамын. Мен сізге бір әңгіме айтайын да оны. Уақытың 40 нетпейсің ба, қанша минут өзің сен сөзі? Көптеген бір әдемі, сұлу, ақылды қыздар көп қазақта. Ойпмай деген, келін болса қой дейтін. Балама жастау кішкене. Қазақ қоямыз, бірақ енді келеміз, ай әттеген ай, мына қандай кәдемі қыз деп өзім ойлап қоямын кейде. Бірақ сол болмайды. Неге болмайды деп мен сұрамаңыз оны білмеймін. Мен жаңа айттым, формуласы жоқ деп оны. Бұл теремен дәлелденбей ме білмеймін.
негізі қазіргі таңда әдемі емес қыз келіншек жоқ. Бәрі әдемі, қазір қарайсыздар ма? Өйткені барлық жағдай жасалған. Бұрын ғана біздің жас кезіміздегідей емес. Ол кезде мына косметика жағынан тапшылық болатынды. Бір-бірімізден алып боянатынбыз студент кезімізде. Біреуде бір жақсы лак болса, маған берші, мен бояймын, осылай деп та. Қазір енді ол жағынан өте жақсы жағдай жасалған, дүкендерде бәрі бар. Тек өзің ерінбей, дұрыстап қарап күтінсең, әдемі болып жүруге болады. Қашанда сосын мына ішкі жан дүниең таза болу керек. Сосын мына қысқа қамшының сабындай қысқа өмірді бір керек емес негативті энергияларға беруге болмайды. Біздер жалпы қазақтар оқуымыз керекпіз. Оқу, білім, жұмыс. Жұмысты жай ғана жұмысқа барып отырып келу емес, беріліп жұмыс істеу керек. Беріліп жұмыс істеу керек. Мен қазір жастарға қараймын да, керемет күшті, мықты жастар бар. Дарынды жастар өте көп. Тек кейде уақыттарын бос кетіріп атқанға жаным ашиды. Сосын жаңағы Күнсұлу Закарияны түсірген кезде институтқа бардық, ол жерде де өте қызық болды. Бір жағынан саған көз алдыңа осылай көрсетеді, міне коронавирус деген осылай жүр деп. Біз бәріміз қорқамыз, бірақ оны шын мәнінде көрген жоқпыз, ол көрінбейді ғой. Бірақ ана лабораторияда саған көрсетеді. Қызыл, жасыл, әдемі болып тұрған коронавирусты. Сосын ең қызығы сол жерде айтады, алма жейсіздер ме дейді, соның территориясында өсіп тұрған. Жоқ, мына жердің бәрі бактерия ғой дейді. Оның үшін не сендер қазір көрсетсең қорықсаңдар деп, Күнсұлу апайымыз өзі алып, алманы жуып, бірінші өзі жеп көрсетті. Сондай өте бір жылы сәттер өте көп болды. Жұмыс өзіме ұнайды, жұмыссыз мен өзімді қалай өмір сүретінді түсінбеймін. Жексенбі күндері адамдар демалғанда де мен демала алмаймын. Маған жұмысқа бару керек. Бос бір уақыт кетіріп отыра алмаймын шын. Қандай алмайды отыра бересіз. Хоббиіңіз бар ма? Жұмыс. Жұмыс. Хоббиімді, өмірімде, ойымда жұмыс. Өте бақыттымын. Менде өзім сүйікті жұмысым бар. Иә. Ал жұмыстан айырса. Бұндай жұмыста, біздің жұмысымызда қорқу деген болмайды. Күнделікті біздер лабораторияға кіреміз де, одан да қауіпті, аса қауіпті инфекцияларын штамдармен жұмыс істейміз, қоздырғышы штамдармен жұмыс істейміз. Сондықтан да ол біздің күнделікті жұмысымыз. Ал адам өзіне, өз басына жауапкершілік алмайтын болса, ондай жұмысқа қасына да жоламау керек. Адам жауапты болу керек өз жұмысына, тәртіпті болу керек. Өз-өзіне бір жаңағы осындай бір қадамдарға баратындай батылдық болу керек адамда. Негізі математика дейтін өзі еркектердің жұмысы негізінде. Технократ дейтін еркектердің жұмысы негізінде. Солай қарастырған. Бірақ соңғы кезде бұл тенденция жойылып келе жатыр. Мен жаман тілікті ойламаймын. Өйткені қазір математикада мықты сөйлестер қосып жатқан азаматтар бар, жетеді ондай. Жалпы ғылымның өзінде ондайлар көп. Енді бұл енді әйелдің табиғатына байланысты деп ойлаймын. Себебі жалғыз біздің елдегі бұл шектеу деп айта алмаймын. Себебі енді әйел адам табиғатынан жаны нәзік және де дүниеге бала келетін болғандықтан енді бұл жерде таңдау тұрған кезде өкінішке қарай кей жағда дискриминация болады. Енді бірақ бұл жағдай табиғи жағдай деп ойлаймын, себебі жалғыз біздің елде емес, европалық елдерде енді сол әйелдің сол жаңағы бала көбею жасындағы, репродуктивті жастағы әйел адамдардағы кездесетін көп жағдай деп ойлаймын. Неліктен
әйел адамдар басшылықта не болмаса бір ұйымдардың ішінде структурды жоғарыға шыға алмайды. Бұны түсіндіру үшін ғалымдарда екі ұғым бар қалыптасқан, осыны түсіндіру үшін. Оның біреуі жабысқақ еден, ал екіншісі шыны төбе деп атайды. Сонда бұл не? Жабысқақ еден дегеніміз не? Жабысқақ еден ол мынау қоғамдағы әйелге деген қоғамның бір былайша айтқанда әйел қандай болу керек, әйелге жүктеген міндеттер. Мысалға, енді ол айтады, әйел үйдің шаруасын жасау керек, әйел жұмыста істеу керек, үйге келіп үйдің шаруасын жасау керек. Сондай қоғамның үлкен бір бөлігі осыған сенеді, осылай болу керек деп ойлайды. Және әйелдер арасында да жұмыс жасайды, ал жұмыстан кейін үйіне келіп, үйінде тағы екінші смена кіріседі. Причем бұл смена ақша төленбейтін смена. Ол жерде не істейді? Тамақ жасайды, балалардың сабағына қарайды. Үйде үлкен кісілер болса, 2 жастағы соларға көмектеседі, тағы басқа. Сонда әйелдер демалудың орнына сол үй жұмысыменен уақыт кетіреді. Сонда ол не? Сонда бір әйел жаңағыдай жұмыс, ал жұмыста жоғарғы сатыда көтерілу үшін оған қосымша қазір білім алып тұру керек. Қосымша тренингтерден өтіп тұру керек. Оның бәрі қай уақытта болады? Оның бәрі сол жұмыстан тыс уақытта болады. Сол кешке жақын, не болмаса демалыс күндері. Ал енді сол жабысқақ еден деп тұрғанымыз, сол қоғамдағы әйелдерге сен осыны жасауға міндеттісің деген жұмыстар сол әйелді жабыстырып жібермейді. Біздің әйелдер өте еңбекқор, жауапкершілікті өте жақсы алады. Және осындай жабысқақ еденге қарамастан кейбір әйелдер жаңағыдай уақытты дұрыс пайдалану арқылы, енді өзі өте көптеген жаңағыдай жұмыс жасау арқылы бәрібір сол еденнен әйтеуір құтылып, сол жатыдан жоғары көтеріле бастаған кезде олар бір ұйымдағы ең жоғарғы сатыға жетеді, бірақ жоғарыламайды. Ол негізі ол көрініп тұр, мына төбе, мына жаққа барсам, ол бірінші басшы боламын дейді, бірақ оған жете алмайды. Не себепті? Себебі алдында тағы бір төбе бар, шыны төбе дейміз. Соны сындырып өте алмайды ол шыны төбені. Мысалы, осындай гласс-селлинг дейді бұл ағылшын литературада. Оны тағы да ғалымдар зерттейді. Не себебі? Себебі қоғам айтады, жоқ, әйел деген үйдің жұмысына бар, оның бала шағасы бар, ол мұны маңызды жұмыстарға жібере алмаймыз, командировкаға жібере алмаймыз, сондықтан оны басшылыққа қоймай қояйық, ол басшы ретінде жұмыс істей алмайды деген сондай бір жалған стереотиптер бар. Осының әсерінен әйел адамдар арасында да басшылық қызметке жету қиын. Әлі де мысалы дүние жүзінде бірде-бір ел жоқ, ол жерде мына әйелдер мен еркектердің тең құқылы, барлық мүмкіндіктер бірдей жасалған деген әлі бірде-бір мемлекет жоқ. Шешенің негізгі кәсібі ұрпақ әкелу, ұрпақты бағу. Біз осыған мемлекет болып жұмылуымыз керек. Все хорошо. Динарочка, все. Бала туылған кезде ол бәрімізде де қуаныш болады. Ол мен енді өзім бұрыннан байқаймын оны. Ол әйел босанып кішкентай нәресте шыр етіп дауысы шыққан кезде бәрінің жүзінде 1 минуттық па, жарты минуттық па бір қуаныш болады. Әйелде де сондай болады, қабылдап тұрған акушеркада да сондай болады, қасында сонымен бірге жаңағы тұрған дәрігерде де сондай болады, бәрінде де сондай момент болады. Бір сәттік ана бала шыр етіп дүниеге келген кезде бір мысалы светті жарық бересің ғой, қараңғы болып тұрса жарық не қылған кезде бір жүрегіңе сәуле түскенде бір күшті не болып қаласың ғой, мысалы бір нәрсені көрмей тұрсаң қараңғы болып тұрса, ал жарық түскен кезде көзің жарқ ете қалады ғой, сол сияқты бала дүниеге шыр етіп дүниеге келген кезде сондай момент болады. Бәрінде де бір сондай қуаныш сезімі ма, бір ерекше бір сезім болады. Ерекше бір сезім, мен өзім әр сондай кездерде енді өзім ойлаймын,
мысалы қазақтар айтады ғой, періште ұшып келеді сол кезде деп. Сол кезде жаңағы сол періштенің ұшып келген кезі шығар деп тұрамын енді сол. Баланың жүрек соғысы. Сізді де акушер-гинеколог қылып жіберейік. Дәрігер болам десеңіз, сіздің өміріңіз басқаша. Жұмыстасыз, иә? 7 жылдан. Да. Чай да ішкен жоқсыз, тіпті су да ішкен жоқсыз. Қандай кофе, қандай шай, әлі ерте ғой, бір болған жоқ қой. Мысалы, қонаққа да барғыңыз келмейді. Неге десеңіз, олардың айтып отқаны сізге бір сондай керегі жоқ, текке уақытым кетіп жатыр деген сана сезім келеді. Өйткені басқа адамдардың айтып жатқан сөздері бос болып тұрады. Өйткені сіздің ойыңызда басқа нәрсе отырады. Үйге барып тез ашып, жерде осындай оқығаным бар еді, сол дұрыс па екен деген ой отырады да, қасыңыздағы отырған адамның айтқандары бәрі бос сөз тәрізді болып тұрады. Ал мен қалай жүретінді көрсетейін бе сіздерге? Көрсетіңіз. Сізге не саламыз ба екен? О, мен жүгіремін ғой. Бұлай жүрмесең, ше жұмыс жүрмейді онда. 140-пен бастыңыз ғой. Біздің операторлардың өзі дәрігердің жүрісіне үлгермей, мен жүгіріп кеттім. Әйтпесе жете алмайсың да. Иә, біздің денсаулық сақтау саласындағы жаңа реформалардағы ең қозғаушы күш әйел адамдар деп санаймыз. Себебі реформалардың бір ауыртпашылығының өзі ол білім берудегі біздің білім беру стандарттарында уақыттың кеңейтілуі. Сондықтан бұл жерде енді осы салада жүрген әйел адамдарға, медицина саласында жүрген әйел адамдарға карьераның кәсібінде табыстар тілеймін. Бұл бастаған ұзақ және қажырлы еңбектің жемісті болуын тілеймін. Әйелдерде мидың екі жағы қатар дамыған, сондықтан әйел кісілер творчестволық жұмысқа, жалпы бала тәрбиесіне көп көңіл бөлінетіндіктен миының даму ерекшеліктері өзгеше болады. Әйелдер сонда еркектерден ақылдырақ па? Бұл жерде енді соңғы жылдар қарайтын болсақ, интеллект қараған кезде ол нақты білім емес, нақты логикалық білімді айтпаймыз. Қазір соңғы уақыттарда алдыңғы қатарға эмоционалды интеллект шықты. Егер эмоционалдық интеллект жағынан қарайтын болсақ, әрине әйелдерде ондай қабілеттіліктердің барлығы ер адамдарға қарағанда әлдеқайда жақсы дамыған. Әйел адамдар басқа кісілердің жан дүниесін жақсырақ сезеді. Сен тура концертке келгенде келдің ғой, қыз алып. Енді сізді көріп, концерт қой. Рахмет саған. Көп рахмет құрметіңе, көп рахмет. Гүл артық болмайды. Көп рахмет, үлкен рахмет. Мынау залда тұрғаным, мынау сахнада тұрғаным, мынау оркестрдің міне өзіңіз білесіз, жаңағы нота қоятын пульттары, орындықтары. Бұның барлығы біздің өміріміз. Бұның барлығы біздің дүние мүлкіміз. Біздің жаңағы өміріміздің мәні осыларға келіп оркестр отырған кезде мына жерге сахнаға шығу дегенің бұл өнер адамы үшін, әртіс үшін ең үлкен бақыт. Сахнада жүргеннен кейін негізгі мамандығың кәсіби сахнадағы жұмыс болғандықтан әрине бет әлпетіңді, формаңды ұстау керек. Онсыз болмайды енді сахнада. Онан кейін өзіңе жарасатын дүниені жасасаң, ол әрқашанда әдемі көрінеді. Сондықтан қатты сынмен қарау керек өзіңе, және де талғаммен киіну керек деп ойлаймын.
соның кейбіреулер айтады, сен жұмысыңды өміріңе айналдырма дейді. Мен келіспеймін. Мен үйімде, жұмысымда, достарымда, жеке өмірімде бәрі әдемі болу керек. Мен тек жеке өміріме ғана, бала шағама ғана мән берем. Жұмыста әйтеуір 8 сағат өткізсем болды деген не жоқ. Мен сол 4 тағанды ұстауға тырысамын. Мен үйде де жаңағы әдемілік жасауға, әйел болуға, ана болуға, жар болуға бар күшімді салам. Мына жерде мен мықты жаңа кітапханашы болуға, мықты басшы болуға барымды салам. Достарыммен де, оларға да керек кезде қастарынан табылуға, сосын жаңа жеке өмірде де барлығын қалыпта ұстауға тырысамын. Негізі қазақта мақал бар, қалауын тапсақ қар жанады деген. Тіпті туыстарымның алдында да, бауырларымның алдында да қызмет көрсетуші емес, мен үлкен құрметке иемін да, жаңағы қамқорлық көрсетудің арқасында ол жылылық. Ана Жұмабай Шаштайұлы ағамен бір сөйлесіп отырғанда, Ғазиза, мен 70-ке келіп не түсіндім, білесің ба дейді. Не түсіндіңіз аға деймін ғой. Сөйтсем, адамгершілік дейміз ғой, жалпы барлық нәрседе нөмір 1 адамгершілік тұру керек та. Сонда ол кісі айтады, адамгершіліктің шыңы не деп ойлайсың, Ғазиза дейді. Білмеймін, ағайынды айтыңызшы десем, ол жаныңдағы адамдарға, жақындарыңа көңіліне келіп қалмау, жылылық сыйлау, мейірім сыйлау, адамгершіліктің шыңы ештеңе емес осы екен, Ғазиза деп. Соны ол жанашырлық деп ойлаймын. Мендегі ол бір соны жасау керек екен деп емес, кәдімгідей менің жаным ашиды. Әсіресе оның ішінде жастарға. Әйел адам жалпы мейірімді болу керек. Мен өте жақсы көремін адамдарды. Менде ұлт деген болмайды. Адамың не, мен күшік мысықтарға дейін жақсы көремін. Үйдің ішін толтырып, күшік мысық толтырып алатын. Мен кейін әйел адамға нәзіктік керек, женственность дейді ғой, нәзіктік керек. Адамдарды жақсы көру керек. Балалар жақсы көру керек. Жалпы жұмыс істеген жеріңде болсын, ағайын туыстың ішінде де, сен егер сондай мейірім қайырымың болмаса, ағайын туыстар шеттеп кетеді. Күйеуіңнің елі барған жерің, ол сенің енді өмірің келешек. Біз әке шешеміздің үйінде бір ары кетсе 20 жасқа дейін ғана тәрбиеламыз. Одан кейін қалған бүткіл ғұмырың сенің сол отбасында. Әйелсің сен одан кейін, бітті. Балалардың ғана сүймеуің керек, ана болып. Сен бәрін сүюің керек. Ағайын туыстың бәрінің бала шағасын сүюің керек. Ағайын туыстың, егер сен байланыспасаң, күйеуің сенің ағайын туыспен, еркектер ешқашан міне енді 2 мықты адамға жар болдым ғой. Ешқашан өздіктерінен ағайын туысымен араласпайды. Егер сен дастарханыңды жаймасаң, сен солардың абысындарыңмен тату болмасаң, сен солардың ағайын туысының балаларын бауырыңа тартпасаң. Әйелдерді жақсы көру керек, еркелету керек, жылы сөз айту керек. Бірақ қазір айтар едім бар ғой, әйелдердің жауапкершілігі өте мықты. Мысалы, жұмыс барысында да ер адамдардан қарағанда әйелдермен жұмыс деген тиімді. Өйткені уақытында өткізеді берген тапсырмаңды. Жауапкершілік мықты әйелдерде бәрібір. Бізде қыз баланың да тәрбиесінде ұлдармен тең ұстаған бізде қыз баланы. Бұрынғы көшпенді тұрмысымызда. Өйткені ұл бала атпен шапса, қыз да атпен шапқан. Өйткені тұрмыс көші-қон өзі атпен жүреді ғой, енді ат үстінде. Соны қыздарымыз атта жасқанбай
шапқан, жасқанбай жаңа қолдарына қару да ұстаған, ер балалармен сайысып үйренген. Соның біздің сол көшпелі тұрмысымыз қыздарымыздың еркін өсуіне үлкен ықпал еткен. Мысалында, ал жаңағы әлеми мәншүктің шығуы да тегін емес. Олардың бойында да сол ген дейді ғой енді. Ата бабадан келе жатқан күрескерлік рух сақталған деп ойлаймын. Ал бүгінгі қыздардың несі мынау оқуға, ғылымға бағытталған. Осы салада біздің қыз келіншектер игеріп жүрген мысалы нәрселері аз емес. Менің енді өзімнің оғымында мен солай ойлаймын. Әйел адамдардың белсенді болып алға шығып кетуінің әртүрлі себептері бар деп ойлаймын. Соның бір себебі мынау 80 жылдардың аяғы, 90 жылдардағы біздің өзі қоғамдағы бір тоқырау кезі болды. Жұмыссыздық белең алды. Сол ер азаматтар нағыз табыс тауып отбасын асырайтын азаматтар жұмыссыз қалды. Одан кейін тағы оларға, ер адамдарға әзәзіл болып ішімдік жабысты. Ал сондай кезде балалары бар келіншектер, қайратты келіншектер не істеді? Сол балаларды нан тауып беру керек болды. Сол үшін олар жаңа ала сөмкелерін арқалап, жан жақтан товар тасып, оны базарға шығарып, әйтеуір күнкөрістің қамымен отбасының асыраушысына айнала бастады. Сол бір кезде сондай бір жағдай, ол қоғамдық сондай бір қиыншылықтан болған жағдай. Қалай тәрбиеледі деп жалпы үңілетін болсақ, менің мысалға есімде анам бізді отырғызып, бұлай істеуге болмайды, бұлай істеу керек, мынау дұрыс емес деп бізге сөзбе-сөз ешқашан тікелей былай тәрбие берген жоқ, еркелеткен де жоқ. Біз өте қатаң тәртіпте, папам енді күні түні қағаз жазумен айналысқандықтан бізде қатаң тәртіп болды, бізді еркелеткен жоқ. Бірақ біздің қалауымыз қай кезде де ескеріліп отырды. Сондықтан біз ата-анамыздың сол күні түні жұмыс істеп, еңбек еткенін көріп өстік. Көздің қиығымен, қысқа сөзбен, қабақпен түсініп біз сондай тәрбие алдық. Менің балаларым да, менің ойымша, қазір мен мысалға олармен арнайы отырып, бір сағат мысалға арнайы лекция оқып, бұлай істеу керек дегенге физикалық тұрғыдан менде уақыт жоқ. Бірақ менің байқайтыным, менің қыздарым Құдайға шүкір ақылды. Матриархат дәуірі қайтадан қайтып оралғандай, әйелдердің көбі ер адамға бергісіз болып кетті дейді. Сіз келісесіз бе енді? Қанша еңбек жаздыңыз? Әйел адам өзі ер адамға бергісіз болып кетейін, немесе мен барлығын ысырып тастап алдыңғы шепке қайраткерлікке шығайын, болмады, өзім айналыспасам болмады деп шығып кетпейді ешқашан. Бұл қарапайым қоғамдық құбылыстардың салдары. Бұл қарапайым ең экономикалық формацияның өзінен осындай өзгеріс басталды ғой кезінде. Осы өзгерістер басталған кезеңде бәріміз жатқа білетін едік, соңғы кездері өз құндылығымызға өзіміз жаттанып ұмытуға айналдық. Мысалы, кеңес үкіметі құлағаннан кейін, жаңа нарықтық қатынастар пайда болғаннан кейін, жағдайдың қалай болған жұрттың бәрі біледі, жатқа біледі. Амал жоқ, жаңа кезең, жаңа қатынастар, жаңа еңбек түрлері пайда болды. Ал жаңа еңбек түрлері пайда болғанда әйелдер тез арада алға шығады, мәжбүр. Өйткені әйелдің соңында бала бар, баласын ашық қойып отыра алмайды. Ер азамат әрі ойланады, толғанады, кішкене бейімделгісі келеді. Қалай болса солай орта жолдан киіп жарып жұмыс істегісі келмейді. Ер адам тиянақты жұмысты жақсы көреді. Ал әйелде ойлануға уақыт жоқ, өйткені балалар аш отыр. Сөйтті де баяғы қазан қап сүйретіп, қоржын арқалап, сауда жасау деген әйелдердің рөлі сол кезеңде алға шыға бастағаны рас. Енді бұл соның жалғасы.
Бұл жай ғана инерция. Қазақ қоғамында әйел ешқашан белсенді болмай қалған емес. Ол баяғы қазақтың ежелгі өзіміздің атқа қонып жүрген дәуренімізде де. Отбасыда ошақ қасында жүріп ақ, үнсіз жүріп ұлтты тәрбиеледі. Білігі жетсе билікке таласты, өнер асса бәйгеге таласты сол кезде. Ешбір қазақ әйелін сен төмен етектісің деп ысырып тастап отырған жоқ қой. Әбіш Кекілбаевтың бір сөзі есіме түсіп отыр. Айтып еді, айналайын екі нәрседен аулақ болу керек деп. Оның біреуі әйел адамның кесек сөйлегенінен дейді, ер адамның ұсақ сөйлегенінен деп. Сондықтан сол әбден миымызға құйылған мынау ауылдың қазір өсіп жатқан ауылда болғанда әже мен атаның қолында өскен, ол деген ол кісілердің данышпандығы бойға сіңген шығар. Мен енді ондаймын деп айтпасақ та, әрине соны сіңіруге тырыстық. Өзің адамды құрметтесең, ол адам сені құрметтейді. Сондықтан жастарға айтатын бір алғыс сол, бәр уақытта студенттарымызға сол сөзді айтамыз. Өздерден сол кандидат болып жүрген кездерде 5 күн сабақ берем деп, сол суббота күні Москваға ұшып кетем, Турцияға ұшып кетем, сабағымды беріп тастап қайтып келіп, сондай бәріміз қаптасып жүрдік қой. Әрине ол дегенің не, мына екі кішкентай қызымыз, үлкен қазір енді оларды ер жетті ғой. Сол кездерде осылар ертең біреудің қолына қарап қалмаса деп, елдің артынан қалмау керек болды ғой, көрдіңіз бе? Оны қалып қойсақ деп, солармен бір еңбек еттік. Біздің өйткені жаңағы университеттің ашылуында әңгімелер сол ғой. Біздің әріптестеріміздің көбі қаптасып базарға шығып кетті ғой. Солардың бәрін жинап алып, осында университеттер аштық қой. Рахмет айту аз ғой. Рахмет айту керек те шығар керек. Бірақ біз аналардан кешірім сұрауымыз керек. Өйткені біз өз борышымызды дұрыс ақтай алмай келе жатқан ұрпақпыз. Аналарымыздың бізді өсірген, тәрбиелеген есіне лайық болмай келе жатқан ұрпақпыз. Осы мерекеде, осы кемшілігімізді мен толық мойындаймын. Аналар бізді кешірсін. Мына ер азамат деген атағымызға лайық сыйлай алмай келе жатырмыз аналарды. Мемлекетіміздің мүмкіндігі болмай келе жатыр. Мән бермей жатқан кемшілігіміз бар, үлкен кемшілігіміз бар. Содан мен кешірім сұраймын аналардан. Менің пікірімше, ер адамның ең бірінші міндеті мынау бала шағаңның дұрыс өмір сүруін, көлегі көк, тамақ тоқ болуын, үйінің жылы, жұмысының бәрі дұрыс болуын сол болу керек негізінде. Ойлап қарасаң, әйелдердің ойлайтында негізгі тілгі осы ғой. Бала шаға ауырмаса екен, жұмысын істесе екен, оқын оқыса екен деген сияқты. Бірақ торта келем анда-санда. Әйел адам мен еркек адамның миында өзгешелік бар. Және жалпы алатын болсақ, адамның басы шамамен организмнің 10%-ін құрайды. Ал адамның миының массасы, егер әйелдер мен еркектерді салыстыратын болсақ, әрине еркектердің денесі үлкенірек болғандықтан, олардың миының массасы да үлкен, бірақ ол жерде масса роль атқармайды. Ол жердегі мидың қыртысы, қатпарлары, юбка киген кезде егер юбканың қыртыстары болатын болса, ол юбка 2-3 метр матаны алуы мүмкін. Егер тегіс юбка болатын болса, ол жарты метр матадан да құрылуы мүмкін. Сондықтан мидың қыртысына байланысты. Қазақ қыздар білімді. Себебі мен енді ұстаз есебінде біріншіден енді қазір жаңа елдің ең үлкен беделді университетінің де ұстаздық ететін болғандықтан ең бірінші сипаттамамды қазақтың қыздары саналы, қазақтың қыздары білімді деп сипаттай аламын. Яғни ол қазіргі ғылым мен технологияның жетістігін еркін меңгерген, әлемдік деңгейде кез келген елдің азаматшыларымен, азаматымен бірге бір деңгейде ғылым жүргізіп, зерттеу жүргізіп, медицинамен шұғылдануына барлық мүмкіндігі бар, толыққанды қалыптасқан тұлға деп айта аламын.
жалпы әйел басшылардың басқарған ұйымдарында коррупция аз болады, ол жерде әділетті система болады, ол жерде мынау қолдау көбірек болады. Осыған байланысты адамдардың арасындағы бір-біріне деген сенімменен бір-біріне мынау ықпалдастық, ынтымақтастық жоғарылау болады екен. Қарамайсыз ба, қандай маңызды принциптер. Сондықтан бұл принциптер әйел басшыларға тән екен. Сондықтан әйел басшылардың болған компаниялардың тиімді жұмыс істеу тиімділігі де жоғарылау екен. Бұл да қызық. Мысалы бір 3 баласы бар әйелдер, мысалы 2 баласы бар, 3 баласы бар, мысалы 1 баласы бар әйелдер жаңағында үйіндегі жұмыс, үйіндегі сол семья жағдайымен бірге жұмысында оң жүргізіп жатса, онда ол әйелдердің қолынан барлық нәрсе келеді. Себебі ол балалардың жұмысын ұйымдастыру өте үлкен жауапкершілік. Және жаңа айтып өткенде, өкінішке орай көп жағдайда мысалы ол 90% сол әйелдердің мойнында болады. Үйінде де балалардың жағдайын жасап, олардың тайм менеджмент дейміз, мысалы уақытылы және тиімді пайдалана отырып, өзінің жұмысындағы жауапкершілікті де өте дұрыс орындаған әйелдердің қолынан барлық нәрсе келеді. Олардың істей алмайтын нәрсесі жоқ. Себебі ол балалардың характері әртүрлі болады, мінезі әртүрлі болады. Сондықтан соларменен тіл табысып, оларды ұйымдастырып, олардың бір-бірінің ішіндегі жаңа үйдің ішіндегі жұмыстарды ұйымдастыра білген адамнан енді ол жұмыста да дәл сондай нәтиже күтуге болады. Әйел адам негізі өзі барлық жағынан гармония болу керек. Ең бастысы мені әке, шешем тәрбиелегенде әрқашан айтатын. Әйел адам өзі бірінші өзін ана ретінде жүзеге асыру керек, әйел ретінде жүзеге асыру керек, және жұмысында тастамау керек деп. Ең бақытты әйел әлемінен. Рахмет сіздерге үлкен. Бізде тағы да қандай қызықтар болды? Әр бағдарлама қызық екен ғой. Мен қазір қартаюға дайын емеспін. Менің әрі қалғанда бір 20 жылдай мен қазір мынандай білімім бар да, жаңа өсіп келе жатқан жастарға осы жинаған тергенді бәрін беріп кетуге үлгеруіміз керек. Міне біз қартайдық, оны қайтем, әсіресе екпеге бармаймыз, қойшы қартайғанда оны қайтеміз. Қазір коронавирус жүріп жатыр. Дұрыс емес. Қартайғанда да сапалы әдемі қартаю керек деп ойлаймын. Жаңағы англичандар тәрізді. Сіз қалай ойлайсыз, мен осы бір жетістікке жеттім бе негізі? Жетті. Ал егер осы жетістікке сіз өз күшіңізбен жетсеңіз, оны семьяңыз бағалай біледі. Ол деген өте үлкен жұмыс. Біріншіден семьяда жолдасыңызбен бөлісіп, жағдай осылай, бұған қаражат кетеді. Осылай істесек дұрыс бола ма, болмай ма? Енді ол сіздің талаптанып тұрғаныңызды көрсе, әрине көмектесуге тырысады. Біз қазір әйел әлемі деген гүл шоғын жасайық, сіз айтқан қызғалдақ, бөртегүл. Осында гүл шоғын жасағанда ең басты критерий бәрін бір-бірімен араластырмай, әр гүлдің әдемілігін, ерекшелігін көрсету дейді. Біздің әйел әлемі де сол сияқты, әр кейіпкердің ерекшелігін көрсетеміз. Алтын өзі көтеріп тұрсын ба? Алтын өзінде тұрсын ба гүл? Сіз екі бірде әдемілік көтеріп жүрсіз. Гүл және нәресте. Аллаға шүкір. Армандарымыз осылай орындала берсін. Рахмет. Әрине, қанша гүл берсе де әйел адамдарға лайықты. Гүл сыйлап тұрасыз ба еліңізге? Сыйламаймын ау.
онша ондай жоқ. Егер былай келсе қалса бірдеме анда-санда жаңағы дегендей. Бірақ мен шынын айтайын, ешқандай әркімге арнайы ештеңе істей алмаймын. Мен өзім шилікпін. Өмірде негізгі маңызды нәрсе мен ойлаймын, бақытты бола білу. Вот біз адамдарға, соның ішінде студенттерімізге бақытты болуды үйретуіміз керек. Әйел онсыз да әйел, әйелдің жаратылысы, физиологиясы, психологиясы, ол онсыз да әйел. Барлық уақытта әйел. Ол айдалада жалғыздан жалғыз отырса да, әйел адам міндетті түрде сұлулыққа құштар келеді. Өзімен өзі жалғыз, елсіз күнсіз аралда қалса да, ол шашын тарайды, суға қарайды, айнаға қарайды ол міндетті түрде. Өйткені әйел барлық уақытта әйел. Әйелге тән не нәрселер бар? Әйелге тән көбіне мейірім ғой енді. Мейірім, махаббат, әйелді әйел қылатын нәрсе мейірім, махаббат. Өмір қоғам тіршіліктеріне ауыр нәрсе көп араласқан сайын әйелде сол нәрсе кемшіндей беру мүмкін, әйел қаталдана беру мүмкін. Әйелдің ең басты нәрсе жан дүниесінде ғой. Өзімізде жасыратын жоқ, мысалға мемлекеттік қызмет белгілі бір дәрежеде қатал етеді адамды. Стандартқа салады, регламентке салады дегендей. Сол сияқты жалпы алғанда адам өзінің бойындағы құндылықтарды сақтау керек қой. Мінездерді сақтау керек, эмоцияларды сақтау керек. Ал оны сақтауға саған не көмектеседі? Сонымен айналыса бер. Қазақ қыздар қазір көп кәсіпкер қыздар, қатты мақтанам. Қорқпайды, кредитте алады, жұмысында атқарады. Мен айтып жүргендей, отағасында құрметтеп отырады. Барлық жағынан гармонияда жүретін қыздар. Ана ретінде мен бақыттымын. Енді әншілік өнері ол мәңгілік емес қой, енді ол енді жас келді. Қазір мен әлгі кешке дейін ізденіп жаңағы кешке дейін табыс табу, кешке дейін көрерменнің көзайымы болу, кешке дейін инстаграмнан түспейтін әншілер бар ғой. Кешке дейін тойда жүретін әншілер бар ғой. Оның барлығы мен үшін керек емес демей. Мен үшін жан рахаты үшін жұмыс істеу. Маңдайымда жазылған дүние болғаннан кейін бәрін өттім. Өзі маңдайына адамның тағдырын жазып қояды екен ғой. Соның барлығын өтіп келе жатырмын. Әл тағда не бар менің маңдайыма жазылған, оны мен білмеймін. Не болса да көрерміз, төзерміз деп ойлаймын. Мені қойш, ең бірінші мен 2 балам бақытты болса, мен үшін одан артық бақыт жоқ. Негізі қыздардың түрлі болған дұрыс, және мінезді болған дұрыс. Мінезді адамдар пайда болады негізі. Сен өзің түрлі екенсің. Мінезді түрлі кім көтерсін. Адамның ақылынан адастырып, бір күні бұл күйіңмен жынды терсің. Сен өзің түрлі екенсің. Сен өзің қилы екенсің деп. Сосын мен енді алдымда бұны қияли қыз деп не қылдым. Сіз әдем білесіз, көрсіз, қалай білеген. Мінезді түрлі кім көтерсің. Адамды ақылын астырып, бір күн жынды терсің. Сен өзің түрлі екенсің. Мен сізге историясын айтпаймын бұл өлең. Бұл қалай түсіргенімізді. Мінезді түрлі кім көтерсің. Адамды ақылын астырып, бір күн бұл күйін жынды терсің. Сен өзің түрлі екенсің. Мен сені іздеймін ғой келмесең